Саламатсыңдар ма, құрметті білімгерлер? Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәнінің оқытушысы Табыс Ақерке Бейбітқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құжаттарды топтастыру. Сабақтың мақсаты құжаттарды топтастыру және құжат бланкілері мен формаларын дайындау, құрастыру дағдыларын жетілдіру. Сабағымыздың тақырыбы құжат және құжат формуляры. Сабағымыздың мақсаты құжаттарды топтастыру, құжаттарды бланкілері мен форматтарын дайындау, құрастыру дағдыларын жетілдіру. Құжат латын тілінде куәлік, дәлелдеу тәсілі деген мағынаны білдіреді. Дағдылы қолданыста оның негізгі үш мағынасы бар. Қандай да бір фактіні, не бір нәрсеге деген құқықты, мысалы жол жүруге деген растайтын іс қағазы. Екінші түрі жеке басты ресми түрде куәландыратын құжат, оған төлік құжат жатады. Бір нәрсеге қажетті құжаттар. Құжаттау жүйесі құжаттарды әзірлеу, жасау, келісу, рәсімдеу құжаттаманың барлық түрлерін өңдеу процесінде тұрады. Яғни құжат жүйесінің негіздері. Бір ізгі түсірілген жүйелер мынандай мемлекеттік стандарттары бар. Мемлекеттік стандарттар 6-10, 1-88. Бір ізгіге түсірілген құжаттама жүйесі негізгі ережелер деп аталады. Осы стандарт белгілі бір қызметтік іс-әрекеттер саласында қолданысқа еніп, өзара байланысты құжаттар жиынтығының құжатталу жүйесін анықтайды. Мемлекеттік стандарт 6-10, 5-87 сол арқылы негізделеді. Үлгі формулярында құжаттардың форматтары, жиектері, белгілеулер, деректемелер жасалуға қойылатын талаптар мен орналасуға жағдайлары анықталады. Бір ізгі түсу формасы бірыңғай графикалық үлгі құрылысына формуляр үлгіге негізделіп, сол арқылы іске асырылып келеді. Бір ізгі түсудің негізгі тапсырмалары құжаттарды өңдеуге, бекітуге, тіркеуге, келісуге, жалпы талаптарды орнату, ақпаратты қағымды реттеу, жинақтау, сақтау, түрлендіру, басқару қызметіндегі қажет емес құжаттарды жою, қысқарту, тағы да басқа түрлері жатады екен. Құжаттарды стандарттау бір ізгі түсірудің заңдық тұрғысынан бекіту формасы болып табылады. Стандарттау іс-әрекеттің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы жалпыға бірдей ортақ негізді көздейді. Іс-қағаздарын жүргізу саласындағы терминдер мен анықтамалар стандарттау мамандары мен аудармашылар жұмысын тіл, лексика, стиль жағынан бір ізге түсіріліп, олардың кәсіби саласындағы бірін-бірін түсінуге мүмкіндіктерін тікелей арттыруына көмек береді. Қазақстан Республикасында бірқатар стандарттар жасалып, қолданысқа енгізілген. Олардың ішінде іс-қағаздарын жүргізуге байланысты мыналар жатады. Стандарт 10.42.20.01 ұйымдастырушылық өкімдік құжаттама, құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар. Стандарт 10.32.20.01 іс жүргізу және мұрағат ісі, терминдер мен анықтамалар жатады. Стандарт 12.37.20.04 қағаз жеткізгіштер құжаттары, мұрағаттық сақтау ісіне қойылатын жалпыға бірдей техникалық талаптарды негіз етеді. Қазақстан Республикасының стандарт 10.42.20.01 ұйымдастырушылық өкімдік құжаттамалары құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар екен. Ұйымдық өкімдік құжаттар неғұрлым кеңінен қолданылған құжаттар тобы болып есептеледі. Ұйымдық өкімдік құжаттамалардың бір ізге түсетін құжаттар жүйесі тікелей Қазақстан Республикасының 10.42.20.01 стандарты негізінде жасалып өңделеді екен.
Осы дүниелердің бәрі Қазақстан Республикасындағы стандартында қарастырылған. Құжаттардың деректемелерін құрамын, құжаттардың деректемелерін рәсімдеуге қойылатын талаптарды, бланкілерге және құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптарды, Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы белгіленген бланкілерді дайындау, есепке алу, пайдалану, сақтауға қойылатын талаптарды белгілеп кетеді. Құжаттардың жеке құрамды бөлігі деректемесінде реквизит деп аталатын дүние қарастырылады. Яғни бұл жақта стандарттардың өзара талаптары берілген. Латын тілінен аударғанда тиісті, қажет деген мағынаны білдіреді. Деректеменің екі түрі бар: тұрақты және өзгермелі. Тұрақты деректеме баспаханалық жолмен дайындалған бірыңғай формаға немесе фирмалық бланкілер деп аталатын қағазға түсіріледі. Ауыспалы деректеме соған қарама-қайшы. Құжаттардың деректемелерінің құрамына қарай құжаттарды дайындау мен рәсімдеуге келесі деректемелер қолданылады. 01 Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, 02 ұйым нышаны немесе тауар белгісі, 03 жоғарғы тұрған органның ресми атауы, 04 ұйымның ресми атауы, 05 ұйым туралы анықтамалары. Құжатты бекіту белгісіне құжат лауазымы тұлғамен немесе арнайлы шығарылған құжатпен бекітіледі. Құжаттың бекітілу белгісі құжаттың оң жақ жоғарғы бұрышынан орналасады. Құжатты лауазымы тұлға бекітілуге бекіту белгісі бекітемін деген сөзбен құжаттың тұлға лауазымынан оның қолындағы аты-жөні мен бекіту күніне тұруы қажет екен. Яғни бұрыштамасын айтып тұр. Бұрыштама мекемеге келіп түскен іс қағаздарының бұрышына жазылатын басшының қысқаша нұсқауы. Бұрыштаманың түрлері қаралсын, талқылансын, бекітілсін, тапсырылсын, баяндалсын деген тірек сөздерді қолдануымен ерекшеленеді. Яғни бұрыштаманың өз ішіндегі түрлері. Құжаттар формасы бір ізге түсірілуге және олардың құрастыруына ортақ моделі мен принциптері негізге алынады. Осылайша құжаттар үлгілерін құрастыру схемасы әзірленеді. Құжаттардың бірыңғай пішімге түскен модельдік схемасы формуляр үлгі деп аталады. Ондай деректемелердің жиынтығы және деректемелердің негізгі мәліметтер осы дүниелерде тікелей орналасып, анықтама беріп кетеді. Яғни бұл жақта құжат формалары туралы айтылып кеткен. Деректемелер жиынтығы құжатта орналасса, оны құжат формуляры деп атаймыз. Яғни құжаттың үлгілері. Мұнда деректемелер белгілі бір ретпен орналасады. Өйткені әр құжаттың өз мақсаты, міндеті, алдыға қойған мақсаттары деректемелер болып келеді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз сіздермен өте қызықты тақырыптарды меңгердік. Қош